Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз регидрон дәрісі туралы айтатын боламын. Регидрон не нәрсеге ішеді, қандай пайдасы бар, оның құрамы барлығын қалай жасайды, сол туралы барлығын айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып отырыңыздар. Менің видеомды бірінші болып көресіздер. Ал бастаймыз. Регидронды қандай жағдайда қолданамыз? Су электролитті тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін, жедел диарея кезінде, жеңіл іш өту, құсу немесе сусыздану кезінде қолданамыз. Бір пакет регидронды 1 литр суға салып ертіп аламыз. 1 литр сумен қолданамыз. Су температурасы бөлме температурасымен бірдей болу керек. Регидрон препаратымен емдеуді іш өту басталғаннан кейін бастау керек. Әдетте препаратты кем дегенде 3-4 күннен асырмай қабылдау керек. Іш өту тоқтағаннан кейін препаратты қабылдауды тоқтату керек. Жүрек айныған және құсқан кезде салқындатылған ерітіндіні аз дозадан ішкен дұрыс. Яғни қасықтап ішу керек. Балаларға қасықтап беру керек. Ал үлкендерге бір кеседен аз-аздан ішкені дұрыс. Регидрон препаратымен емделу кезінде басқа да сұйықтық қабылдаудың қажеті жоқ. Егер іш өту сусыздану түзеткеннен кейін 24 сағат ішінде жалғасатын болса, регидронды және басқа да сұйықтықты қабылдауға болады. Жағымсыз әсерлері: аллергиялық реакциялар, ұсынылған дозаны сақтаған кезде жағымсыз реакциялардың болу ықтималдығы аз. Қолдануға болмайтын жағдайлар: препараттың қандай да бір компоненттеріне аса жоғары сезімталдық, естен тану, асқазан ішектің бітелуінде, бүйрек функциясының бұзылуында, қант диабетінде қолдануға болмайды. Жүктілік және лактация кезінде: препаратты жүктілік және бала емізу кезінде ұсынылатын дозада қолдануға рұқсат етілген. Сақтау шарттары: 15-20 градуста температурада сақтау керек. Балалардың қол жетпейтін жерде сақтау керек. Дайындалған ерітіндіні тоңазытқышқа 2-8 градус аралығында температурада 24 сағат бойы сақталынады. Регидронды 6 айдан бастап балаларда қолдануға болады. 6 айға дейінгіні дәрігермен кеңесу арқылы қолдануыңызға болады. Регидрация: сусыздануды түзету үшін препаратты іш өту кезінде алғашқы 6-10 сағат ішінде дене салмағын азайтқанын 2 есе арттыратын, яғни егер салмақтың азаюы 400 мл құраса, препарат 800 мл құрайтын мөлшерде қабылдауы керек. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк, комментарий және тіркелуді күтемін. Сау болыңдар.